Танымал продюсер Баян Алакөзова Instagram парақшасында жариялаған бейне жазбасында әнші Жұбаныш Жексенге қатысты туындаған дауға пікір білдіріп, оны қолдайтынын жеткізді. Продюсер қоғамдағы өнер адамдарына деген құрметтің төмендігін сынға алды. Баян Алакөзованың айтуынша, әуежай, вокзал, мейрамхана сынды қоғамдық орындарда танымал тұлғаларды жасырын түрде видеоға түсіру дұрыс емес. Әр адамның, соның ішінде әртістердің де жеке кеңістігі бар. Олар да шаршайды, күйзеледі, ренжиді. Осындай сәтте біреу келіп, үн-түнсіз камера қосып түсіре бастаса, немесе селфи сұраса, бұл кез келген адамға ұнамасы анық, деді продюсер. Алакөзова әртістерді де қарапайым адамдарды сияқты көңіл күйде байланысты әрекет ететінін атап өтті. Кейде олар суретке түсуге, сөйлесуге дайын болмауы мүмкін. Кейбіреулер рұқсат та сұрамай, жай ғана телефонын қосып түсіре береді. Сондай кезде мен өзім де үнемі сұраймын, рұқсат алдың ба? Мүмкін мен фотоға түскім келмей тұрған шығар, деп мысал келтірді ол. Продюсердің айтуынша, танымал тұлғалар қандай жағдай болмасын қоғамның назарында жүреді. Дегенмен даулы оқиғаларда екінші тараптың әрекеті жиі ескерілмей қалып жатады. Біз Жұбаныштың басында нақты не болғанын білмейміз. Бірақ біреу келіп, камерасын қосып, селфи жасайық десе, адам ашулануы мүмкін. Бұл табиғи реакция. Бірақ танымал адам болған соң, жұрт тек соны сөз етеді. Меніңше, мұндай жағдайда екі тарапта жауапкершілікпен қарауы тиіс, деді Баян Алакөзова. Сөз соңында Алакөзова әлеуметтік желі қолданушыларының біреудің қателігін асыра сынап, оған қуанып жататынын қынжыла айтты. Қоғамда біреудің басында қиындық түссе, жұрт соған мәз болып, жаппай жамандай жөнеледі. Көп жағдайда жағдайдың мән-жайын білмей жатып, баға беруге асығады. Бұл қайталанып келе жатқан жаман әдет. Біреуді таяқ жеуге ыңғайлы етіп алады да тоқтамай үстінен жүреді. Мен Жұбанышқа күш-қайрат тілеймін, деп түйіндеді продюсер.